Бүгін құрма мен су туралы айтамын. Маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін. Ораза кезінде ағза ұзақ уақыт бойы тамақ пен сусыз қалып, энергия деңгейі төмендейді. Құрма мен су ағзаны толықтыруға және қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Құрма табиғи қанттар, глюкоза, фруктоза бар. Бұл ораза ашқаннан кейін ағзаны жылдам қуаттандырады. Калий, магний, темір, дәрумендері жүрек, ми жұмысын, бұлшықеттерін жақсартады. Ас қорытуды жақсартып, ішек қозғалысын реттейді құрма. Су ағзаны ылғалдандырып, дененің барлық функцияларын жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Су организмдегі токсиндерді тазартады. Су теріні ылғалдылығын сақтап, буындар мен бұлшықеттердің икемділігін арттырады. Құрма мен су ораза кезінде ағзаны қуаттандырып, денсаулықты сақтауға және жақсартуға көмектеседі.